Сіз күнде ішіп жүрген Кока-Кола алғашында дәрі ретінде жасалғанын білдіңіз бе? 1886 жылы фармацевт Джон Пембертон бас ауруы мен жүйкені тыныштандыру үшін ойлап тапқан екен. Ең шошырлығы алғашқы рецептінде құрамында кокаин болған екен. Дәл сол есірткі заты. Ол кезде бұл заңды еді. Тек 1929 жылы кокаин қосуы тоқтатылған, бірақ бұл бар болғаны басы ғана еді. Кока-Кола бөтелкесінің бір банкасында 20-25 қасық қант бар екенін білдіңіз бе? Оны бірден ішіп қойсаңыз, организміңіз бұл қант мөлшерінен қысу керек болады. Бірақ құрамындағы фосфор қышқылының әсерінен бұл реакция тоқтатылады. Сондай-ақ Кока-Кола тіс эмалін ерітіп, сүйекті әлсіретеді. Кей зерттеулерге сенсек, газдалған сусындарды ішу қант диабеті, жүрек ауруы және семіздік қаупін бірнеше есе арттырады. Шөл қандырар сусын емес, о секілді әсер ететін бұл сусындар әр күн сайын тұтыну өз денсаулығыңызға жасалған соғыс іспетті. Енді таңдау өзіңізде. Ләззат па, әлде ұзақ өмір ме?